Былтыр елдегі сақтандыру компаниялары 136 миллиард теңге жинап, соның тек 45 миллиард теңгесін ғана жұмыскерлерге төлеп қалған өз пайдасына жаратты. Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру жүйесі сақтандыру компанияларына тиімді болғанымен, қауіпті өндіріс ошақтарынан өзге жұмыс берушілер үшін артық жүктеме салып отыр. Жарна мөлшерін қайта қарау керек. Мәжіліс мінберінен осындай ұсыныс айтылды. Қызметкерлерді сақтандыру мәселесінің мән-жайына шолушы әріптесім үңіліп көрді. Рухани Жаңғынаеваға сөз кезегін берейік. Қайырлы кеш, Рухани. Сонымен тараптардың пікірі қандай? Қайырлы кеш, Қайрат. Депутат сауалымен қатар кәсіподақ өкілдерінің де пікірін тыңдадық. Дәл қазір рет-ретімен айтып беремін. Тау-кен саласындағы жұмыскермен қарапайым кеңседегі IT маман үшін қауіп деңгейі бірдей емес. Бірақ жұмыс беруші екеуіне тең көлемде сақтандыру жарнасын төлейді. Басты базына осыдан туындайды. Елде қызметкерлердің жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру жүйесінің қолданыстағы шарттары елеулі өзгерісті қажет етеді. Ондағы жарна көлемі елдегі ең төменгі жалақы мөлшеріне тікелей байланысты. Жылына әр қызметкер үшін 85 мың теңге төлеу өндірістік қаупі аз жұмыс берушілерге, яғни шағын бизнеске, жеке кәсіпкерлерге, кеңседе жұмыс істейтін көптеген өзге де компанияларға артық шығын әкеліп отыр. Сандарға тоқталайын, сақтандыру жүйесіне қатысатын 7 миллион 100 мың қызметкердің 2 миллионға жуығы мемлекеттік, квазимемлекеттік және азаматтық салаға жатады. Былтыр кеңсе қызметкерлер арасында 75 оқыс жағдай болса, қауіпті өндіріс орындарында 727 адам зардап шеккен. Ұлттық банк дерегі бойынша былтыр сақтандыру компаниялары жүйе аясында 136,1 миллиард теңге пайда жинап, іс жүзінде 45,2 миллиард теңге ғана төлеген. Егер әр ең төменгі тариф 5 айлық есептік көрсеткішке дейін төмендетілсе, шығын 43 миллиард теңгеге дейін қысқарар еді. Сонда жыл сайын 120 миллиард теңге бюджет қаражаты үнемделеді. Мәжіліс депутаты Айдарбек Қожаназаров осындай ұсынысын жеткізді. Айтуынша, қазіргі міндетті сақтандыру нарығы аса жоғары табысты сегментке айналған. Депутат қауіпті өндіріс ошағындағы жұмысшы мен кеңседегі қызметкердің сақтандыру жарнасын бірдей көлемде төлеуі әділетсіз деп есептейді. Следовательно, на сегодняшний день страховые компании... Сақтандыру компаниялары 140 миллиард теңгеден астам жинап 45 миллиард теңгеге ғана төлейді. 100 миллиард теңгеге жуық қаражат сақтандыру компанияларының пайдасына таза табыс ретінде қалады. Бұл жүйе жұмыс берушілер үшін жүктемені арттырып отыр. Оның ішінде мемлекеттік, квазимемлекеттік сектор да бар. Олар әр қызметкер үшін 100 миллиард теңгеден астам сақтандыру жарнасын төлейді. Бұл қаражатты үнемдеуге болатын еді. Компаниялар әр қызметкер үшін сақтандыру полисіне жылына 85 мың теңгеден жарнама төлейді. Мәжіліс мен кеңсе қызметкерлері үшін бұл соманы 5 айлық есептік көрсеткішке дейін төмендетуді. Сондай-ақ түрлі сақтандыру жағдайлары орын алған салаларда жарнаны сақтап қалуды ұсынды. Әрі, жыл сайын тіркелген жағдай саны бойынша сақтандыру жарнасының көлемін қайта қарап отыруды жөн санайды. Осылайша бірыңғай стандартты тарифтеудің орнына тәуекелге бағдарланған жүйе құру қажет. Бұндай тәжірибені дамыған елдер тиімді қолданып отыр. Бізде көптеген адам қауіптілігі жоғары жұмыс орындарында еңбек етеді. Ол қауіпті өндіріс орындарының санаты үшін сақтандыруға алады. Біз кеңсе жұмыскерлері жайында мәселе көтеріп отырмыз. Олар үшін жарна көлемін 5 айлық есептік көрсеткішке дейін төмендету керек. Бұл тәуекелге бағдарланған сақтандыру моделі деп аталады. Яғни болған тәуекелдер саны ескеріледі. Әр мекеме мен өндіріс ошағының өз ерекшелігі бар. Сақтандыру мәселесіне келгенде бұны естен шығармау керек дейді Қазақстан кәсіподақтар федерациясының төрағасының орынбасары Нұрлан Өтешев. Сақтандыру шарттары еңбек құқығын қорғауда барлық талаптарға сай болуы керек. Біз түсінеміз, әрине, бизнеске қазіргі кезде әртүрлі сыртқы жағдайларға ең біріншіден жаһандық шарттар мүлдем өзгеріп жатқандыққа байланысты әртүрлі енді мәселелер тіреліп жатыр кейбір бизнестер. Бірақ та біз басқа жағынан жаңа мүмкіндіктерді көріп отырмыз. Мысалға, жасанды интеллект қазіргі кезде әр бизнеске қосылғаннан кейін ол бизнес цифрлық бизнес болып басқа бағамен сата алмақ, басқа
мына производительность пайда болатын сияқты. Сол себептен оның бәрін ескерте отыру керек. Елде кейінгі 5 жылда өндірістік жарақаттану деңгейі 8,3%-ға төмендеген атап өту керек. Бүгінде шамамен 500 мыңға жуық адам зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейді. 3 мыңнан астам кәсіпорын қауіпсіздік және еңбек қорғау стандарттарын енгізді. Қайрат, айтарым әзірге осы. Ақпарыңызға алғыс. Құрметті көрермен, ақпар таратқан әріптесім Рухани Әбдірахман болды. Одан әрі жалғастырамыз.